Сәлем достар! Hello. Біз достармен туысқандарымызбен кездескенде біріншіден не істейміз? Әрине амандасамыз. Ағылшын тілінде ол былай айтылады. Hi немесе hello. Ол сәлем деп аударылады. What's up? Ол қалқалай деп аударылады. Good morning. Қайырлы таң. Жалпы good ол жақсы, morning ол таң. Бірақ екі сөз қосылғанда қайырлы таң болады. Good afternoon. Қайырлы күн. Good evening. Кеш жарық. Түнде далада жүрмеген дұрыс. Бірақ егер сіз түнде қараңғы аллеяда жүрсеңіз, және сол жерде әкеңіз белбеумен тұрса, былай айтыңыз. Good night. Қоштасамыз осылай. Goodbye. Сау болыңыз. Bye-bye. Сау бол. See you. Кездескенше. Естеріңде сақтадыңдар ма? Онда қайталайық. Осылай мектепте достармен амандасамыз. Hi, what's up, man? Анашыммен былай. Good morning, mom. Morning. Естідіңдер ме? Жаңа ғана. Иә, ағылшын тілінде morning немесе afternoon деуге болады. Ол good morning және good afternoonдай мағына береді. Естеріңде қалды ма? Егер сендер ағылшын тілінде тағы қоштасу мен амандасуды білсеңдер, комментарияға жазыңдар. Келесі кездескенше. Bye-bye!